Так, переустановить инсалайр деп мынандай создать етіп қойдым. Осындай batch bat деп, .bat деп, batch скрипт. Сол ол не істейді? Шын қарасаңыз болады исходный кодын. Ол не істейді? Ең бірінші скачать етеді. Бірінші папка создать етеді. Атын tmp installer деген папка создать етеді. Файл қай жерде тұр, сол қасына бір папка создать етеді. tmp installer уақытша, временный папка. Сосын не істейді? Міне, папканы, егер папка бар болса удалить етеді, егер жоқ болса, онда создать етеді сол папканы. Мына папканы уақытша. Содан кейін сізде егер архитектура разрядность x64 или x86 болса, ол өзі автоматически қарайды. Мысалы, мен x64 тип система деп тұр, осы жерде x64. Соны өзі автоматически қарайды. Мына arch деген осы. Сосын ол скачать етеді соған қарап. Мысалы, x86 или x64 деп скачать етеді. Міне скачать етіп бастайды. Сайттан скачать етеді тіптіке. Новыйында. Сосын скачать болғаннан кейін, егер installer бар болса, онда удалить етеді installer-ды. Егер бар болса, жоқ болса удалить етпейді, сразу сертификатты скачать етіп бастайды. Сертификатты удалить етеді. Ол деген мынаған кіреді, мысалы, керт қазір ағылшын керт мынаған кіреді, доверенностьқа кіреді, сертификатқа кіреді. Сосын ең астында мына екеуін егер толып тұрса, мынандайлар удалить етеді соны. Так, удалить етеді. Сосын удалить еткеннен кейін installer-ды, сертификаттарды удалить етіп тастайды. Сосын installer-ды қондырып бастайды. Қондырғанда тихий режим дейді. То есть сізге көрсетпейді окошканы. Сосын папканы ең соңында удалить етіп тастайды, tmp папканы. Содан кейін сразу запускать етіп жібереді installer-ды. И қазір процессте көрсетем. Так, мынаны көрсетіп жіберейін процессте. Так, мынаны басам. Не істейді? Папка создать етеді, tmp деген міне тұр. Сосын файлды скачать етеді новыйдан. Новый ең соңғы версиясын скачать етеді. Сосын осындай окошко шықса, да дегенді басасыз. Тағы да шығады окошко. Да дегенді басасыз. Содан кейін сертификатты мына жерде паузаға қойып қарасаңыз болады. Не істеп жатқан процесс. И установка жасап жатыр. И installer-ды, мына папканы удалить етіп тастады, время, и installer-ды қосып, да дегенді басасыз, тағы да, и да дегенді басасыз. Сонда 4 рет да басып шықтым да. Мына жерде перезапустить дегенді басасыз. И сөйтіп installer-ды қондырып шықтық. Новый версиясы, ең соңғы версияға. Бұл жатқа керек. Installer-ды обновить етеді ең соңғы версиясына біріншіден. Екіншіден сертификаттарды обновить етеді. Үшіншіден installer-мен бірдеңе болып қалса, мысалы дұрыс жасамай қалса деген сияқты. Дұрыс емес жасамай қалса деген сияқты. Сол кезде installer жақсы жасап кетеді осыдан кейін. Бұл installer-ды не істеу үшін, жөндеу үшін де керек. Бұл ең соңғы версия. Даже бар ғой, installer новый бола берсін, ең соңғы версиясы тұр да, мысалы сіздің компьютерде. Бірақ мынаны қондырасыз осы арқылы. Ол не істейді? Installer-ды жөндеп береді, егер installer сынып қалса, жасамай қалса деген сияқты. Соны жөндеп береді. Соңғы версиясын обновить етеді.